өте ерекше булочка дайындаймыз. Ең алдымен кракелейін дайындаймыз. Ол үшін ұнымызға шекер салып араластырып, құрғақ бояуымызды салып, кез келген түс пайдалануға болады. Менде қызыл түс пайдаландым. Сосын сары майымызды саламыз. Жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Қамырымызды алып, пергамент қағазының үстіне салып, екінші пергамент қағазын қойып бетіне оқтаумен жайып, енді дөңгелек формаларға келтіріп, мұздатқышқа салып қоямыз. Енді көтерілген тестімізді аламыз. Булкидің бірнеше бөлшектерге бөліп, тестімізді жайып, ортасына сгущенка салып, осылай дайындаймыз видеодағыдай. Енді булкилеріміздің барлығын формамызға орналастырып, үстіне, бетіне, яғни жұмыртқаны ақуызын жағып шығамыз да, осы банағы кракелейнімізді бетіне қойып шығамыз, жапсырып. Енді булкиімізді 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Өте дәмді, ерекше дайындалады.